Әрине, сіздердің көпшілігіңіз қайың ағаштарындағы қара өсінділерді көрдіңіздер, бірақ оған ешқандай мән бермедіңіздер. Сонымен бұл өсінділердің аса емдік, чага саңырауқұлақтары екендігін білдіңіз бе? Халықтық медицинада олар ежелгі заманнан бері әртүрлі ауруларды емдеу үшін қолданылған. Чага біздің ағзамызға не үшін пайдалы, қандай аурулардан көмектеседі, және чага кімге зиян тигізуі мүмкін? Бұл жайлы көбірек білгіңіз келсе, бейнені соңына дейін қараңыз. Әрі қарай біз осы емдік өсімдіктің пайдасы мен зияны туралы бәрін талдайтын боламыз. Чага табиғаттың таңғажайып өнімі. Үлкен емдік күші үшін ол халық арасында өлмес саңырауқұлақ деген лақап атқа ие болды. Кішкентай спорадан бастап үлкен мөлшерге дейін өсетін саңырауқұлақтың денесі қайың шырыны мен ағашта кездесетін әртүрлі компоненттердің арқасында пайдалы заттармен қаныққан. Мұндай құнды табиғи дәрі-дәрмекпен ішек, бауыр ауруларын, қабыну процестерін емдеуге және онкологиялық ауруларды алдын алуға болады. Сыртта саңырауқұлақ қара реңкке ие және пішіні кедір бұдыр. Оны жылдың кез келген уақытында жинауға болады. Бірақ оны зардап шеккен ағаштар мен өлген ағаштардан кесуге болмайды. Өйткені мұндай саңырауқұлақтарда қоректік заттар жоқ. Саңырауқұлақты кептірілген түрде тығыз жабық ыдыста сақтау керек. Ол үшін жаңа алынған чаганың үлкен бөліктері бірден ұсақталады. Өйткені бірнеше күн ішінде саңырауқұлақ кебеді және қатты болып қалады. Чаганың пайдасы қандай? Чага микробқа қарсы, антисептикалық және тіпті вирусқа қарсы қасиеттерге ие. Оның құрамына кіретін заттар нағыз табиғи стимуляторлар. Саңырауқұлақтың бай құрамына байланысты ол бүкіл денеге емдік әсер етеді. Біріншіден операциядан және вирустық инфекциялардан кейін, сондай қарапайым физикалық шаршаудан кейін дененің сарқылуы кезінде күшін қалпына келтіреді. Екіншіден фитонцидтердің, алкалоидтардың және флавоноидтардың арқасында ол жалпы күшейтетін, спазмолитикалық және зәрмен өт айдағыш, ауырсынуды басатын, микробқа қарсы емдік, іш жүргізетін әсерге ие. Сонымен қатар ас қорытуды жақсартады, терлеуді қалыпқа келтіреді және метаболизмді реттейді. Қайнатпалар мен тұнбаларды үнемі қабылдау кез келген локализациядағы ісіктермен ауыратын науқастардың жалпы жағдайын жақсартады және қатерлі ісік дамуының бастапқы кезеңінде препарат рак клеткаларының өсуін тежейді. Чага құрамында қымыздық, құмырсқа, сірке қышқылы, полисахаридтер, талшықтар мен шайырлар бар. Олар тәбетті жақсартады және әртүрлі ауырсынуды жояды. Ол қандағы жаман холестеринді төмендетуге қабілетті. Оның гемостатикалық қасиеттері бар. Ал құрамындағы таниндер шырышты беттерде қорғаныс қабығының пайда болуына ықпал етеді. Емдік саңырауқұлақты қолдану орталық жүйке жүйесінің жұмысына пайдалы әсер етеді. Колит кезінде қабынуға қарсы әсер етеді. Асқазан ішек жолдарының созылмалы ауруларының өршуінің төмендеуі және жалпы иммунитеттің жоғарылауы байқалады. Чагада Д дәрумені, калий, кальций, темір және мырыш бар. Сонымен қатар осы саңырауқұлаққа негізделген шай ішу көкбауыр мен бауырға пайдалы әсер етеді. Жасушалардың қалпына келуін тездетеді. Бұл жалпы денеге жақсы әсер етеді. Эндокриндік жүйенің жұмысын жақсартады. Жұқпалы аурулармен күреседі және ісіну мен қабынуды жоюға көмектеседі. Чага қандай аурулар кезінде пайдалы? Чага негізінен асқазанның ойық жарасына, өршуден тыс кәдімгі гастритке, сондай-ақ қышқылдығы төмен гастритке, өт тас ауруына, стоматитке, пародонтитке, зат алмасуының бұзылуы кезінде, артрит пен атеросклерозға көмектеседі, бас айналуы мен бас ауруларын жеңілдетеді, вирустық инфекциялармен және тұмаумен күреседі, синусит, варикозды тамырлар, тері жаралары және физикалық жарақаттар, жасөспірімдердің безеулері мен іріңді жаралары, жәндіктердің шағуы, герпес, экзема, терінің грибок аурулары, геморрой, қант диабеті, асқазан ішек дискинезиясы және дамып келе жатқан қатерлі ісіктер. Бірақ есіңізде болсын, чага дәрі-дәрмектерін өзіңізге қабылдауға қатаң тыйым салынады. Алдымен дәрігермен кеңесу керек. Өйткені саңырауқұлақтың құрамына кіретін химиялық қосылыстар мен элементтер денеге теріс әсер етуі мүмкін. Чаганың халықтық рецептілері. Бірінші, әмбебап тұнбалар. Мұндай тұнбалар тұмаудан, жөтелден, тамақ ауруы мен бронхиттен бастап, ас қорыту, буындардың проблемаларына дейін көптеген ауруларға көмектеседі. Жүрек қан тамырлары аурулары, невроздар, бас аурулары мен тромбоздарда көрсетілген. Қан қысымын төмендетуге де көмектеседі. Глюкоза мен холестеринді қалыпқа келтіреді. Тамырларды тазартып, иммунитетті күшейтеді. Бірінші рецепт.
50 грамм чага алыңыз, жарты литр қайнаған су құйыңыз, 48 сағат ұстаңыз. Содан кейін алынған тұнбаны қайтадан жарты литрге дейін қайнаған сумен толтырыңыз. Дәміне қарай бал қосуға болады. Сусын тамақтанудан жарты сағат бұрын күніне 3 рет 1 стаканнан ішіледі. Екінші рецепт. Бір ас қасық чага ұнтағына 300 мл жылы қайнаған су құйып, бір күн ұстау қажет. Әрі қарай оған бір шымшым жалбыз бен лимон шырынын қосыңыз. Сусынды таңертең тамақтанудан 15 минут бұрын ішіңіз. Сондай қара қоңыр сұйықтық болып табылатын чага саңырауқұлағы мен кобальт хлориді негізіндегі бифунгин дәріханалық препараты бар. Концентрат суда сұйылтылып, нұсқауларға сәйкес қабылданады. Күніне 5-7 минуттан тұратын чага ингаляциясы тиімді және көмей ісігі үшін өте пайдалы. Чага тыныс алуды, жұтылуды жақсартады, дауыстың қарлығуын және қабынуды жеңілдетеді. Екінші, простата аденомасында. Бір шай қасық кептірілген чага мен бір ас қасық лещина жапырағын алыңыз. Барлығы 2 стакан сумен құйылады. 5 минут қайнатылады. Содан кейін сүзіледі. Тамақтанудан 30 минут бұрын күніне 3 рет. 2 шай қасықтан ішу керек. Емдеу курсы 14 күнді құрайды және жарты жылда 1 рет қайталау қажет. Үшінші, созылмалы гастрит кезінде. Бір ас қасық чага ұнтағын стаканға салып, жылы сумен құйыңыз және 6 сағатқа қалдырыңыз. Барлық тұнба 3 дозада. Тамақтанудан 30 минут бұрын кішкене жұтыммен ішіледі. Емдеу курсы 5-6 ай. Төртінші, парадонтоз бен қызыл ектің қан кетуі кезінде. Ауыз қуысын шаю үшін чага мен түймедақ тұнбасын жасау керек. Дайындау үшін бір шай қасық түймедақ пен бір шай қасық чага алыңыз. Үстіне 2 стакан қайнаған су құйыңыз. Қақпағын жауып 4 сағат тұндырыңыз. Содан кейін сүзіп алыңыз. Парадонтоз ауруы кезінде ауыз қуысын 2 сағат сайын шайып отыру керек. Емдеу курсы 7 күн. Сонымен қатар тері ауруларына арналған лосьондар түрінде де қолдануға болады. Бесінші, қатерлі ісік жасушаларына қарсы. Бұл қатерлі ісік ауруын емдеуде сәтті қолданылатын өте көне рецепт. Жарты кесе құрғақ ұсақталған шикізатқа 1 литр сапалы арақ құйып, қараңғы және салқын жерде 2-3 апта ұстау керек. Өнімді тамақтанар алдында күніне 3 рет 1 десерт қасықтан қабылдап отыру қажет. Тұнбаның арқасында онкологиялық науқастарда рак клеткаларының өсуінің баяулауы, ісіктің төмендеуі байқалады. Алтыншы, жатыр миомасын емдеу үшін. 2 литр суға 250 грамм саңырауқұлақты салып, суды сіңіріп жұмсарғанша дейін қалдырыңыз. Осыдан кейін саңырауқұлақты алып, үлкен үккіште ұнтақтаңыз. Содан кейін қайтадан сол суға батыру қажет. Чага бар контейнер баяу отқа қойылады және қайнатпай 1 сағат ұсталады. Осыдан кейін чага қосылған отвар оттан алынады, сәл салқындатылады және сүзіледі. Одан бөлек 1 стакан құрғақ калина жидектерін алыңыз. Оған 1 литр суық су құйыңыз. 5-6 сағат ұстаңыз. Содан кейін су ваннасында 1 сағат қайнатыңыз, салқындатыңыз және сүзіп оны дайын чага тұнбасымен араластырыңыз. Оларға 250 грамм дайын 100 жылдық шөбінің шырынын және 250 грамм бал қосыңыз. Алынған масса мұқият араластырылады. 4 литрге дейін қайнатылған сумен толтырылады және салқын, қараңғы жерде 6 күнге қойылады. Чага ашытылғаннан кейін тұнбаны тоңазытқышта сақтаңыз. Тамақтанудан 30 минут бұрын күніне 3 рет 2 ас қасықтан ішіп отырыңыз. Чага тұнбасын қабылдау кезінде басқа дәрі-дәрмектерді қолдануға болмайды. Емдеу курсы 5-6 айды құрайды. Жетінші, гаймориттен. 2,5 ас қасық зәйтүн майын 1 шай қасық чага тұнбасымен араластырыңыз. Салқын, қараңғы жерде 24 сағат ұстау керек. Осы уақыт ішінде пайдалы заттар зәйтүн майын қанықтырады. Мұндай маймен күніне 3 рет синусты майлауға болады. Сондай-ақ чага майы бұлшықет ауруы мен буын ауруларын жоюға да жақсы көмектеседі. Чаганың қарсы көрсетілімдері. Қайыңдағы саңырауқұлақ аллергия тудыруы мүмкін. Сондықтан оны қабылдағанға дейін ағзаның жеке төзімсіздігіне төмен дозаны тексеру қажет. Чага бар дәрі-дәрмектерді көк тамыр ішіне глюкозаны енгізу, бактерияға қарсы препараттар мен антибиотиктерді қабылдау кезінде ішуге болмайды. Жүйке жүйесі проблемалары, созылмалы колит, жүкті әйелдер мен балалар үшін қабылдау ұсынылмайды. Алкоголь мен темекі шегетіндерге де чаганы қабылдауға болмайды. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.